Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен сәтті шығатын чебуректің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, пікір-ойларыңызды комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Ең алдымен жасыл пиязымызды немесе жуамызды турап алып, және жұмыртқамызды табаға майсыз құрғатпай тез қуырып аламыз. Кейін қуырып алған соң жаңағы ыдысымыздағы пиязымызға салып, тұз сеуіп араластырып қоямыз. Менде екі түрлі салма, біреуі жұмыртқа және тартылған еттен болады. Тартылған етімізге ет тартқыштан өткен пияз, кейін пышақпен туралған жасыл пияз және тұз қосылған болады. Қамырдың жасалу жолын описаниеда қалдырып кетемін. Осылай манты варениктерге елегендей қаттырақ елейміз, себебі жұмсақ болса пісірген уақытта май тартып чөбіректеріңіз майлы болып кетеді. Енді қамырымызды осылай созып, бөліктерге бөліп аламыз, және бірдей болу үшін 80 граммнан бөлсеңіздер болады. Осылай әрбірін дөңгелетіп, салафанға салып қою керек, себебі кеуіп кетеді. Енді бір-бірден алып, жаямыз. Қалауыңызша ұн себуге болады. Қамырды жайған кезде жұқалап жаю керек. Кейін жайған соң етімізді саламыз. Жұқалап салыңыздар, көп салсаңыздар еті піспей қалады. Енді осылай жауып, қолмен кейін шаңышқының көмегімен басып, және піскеннен кейін әдемі болу үшін артық жерін кесіп алып тастаймыз. Енді жартысын осылай жұмыртқамен жасап шығамыз. Барлығын жасап болған соң майымызды қыздырып, чебуректердің екі жағын қуырып аламыз. Чебуректеріміз пісті, астарыңыз дәмді болсын.